армысыздар. Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін тарыны қалай таңдауға және сақтауға болады, сол туралы айтатын боламыз және басқа да қырларын айтатын боламыз. Тары астықтың ластануын азайту үшін салмағы бойынша емес, зауыттық қаптамада сатылуға ұсынылады. Ол қанық, сары түсті болуы керек, көбінесе бұлыңғырлық дұрыс емес сақтау жағдайларын немесе жарамдылық мерзімі өткен көрсетеді. Тары шыны ыдыста немесе герметика қақпағы бар керамикалық ыдыста құрғақ жерде тікелей күн сәулесінен қорғаңыз. Суда пісірілген дайын тары ботқасын тоңазытқышта 2 күннен артық емес сақтауға болады. Сүтте пісірілген ботқаны сақтау мерзімі аз, ең көбі 1 тәулік. Таңғы асқа тары ботқасын жеуге бола ма? Бидай ботқасы таңғы асқа тамаша нұсқа. Тары ұзақ уақыт бойы өңделген күрделі көмірсулардың арқасында ұзақ уақыт аштық сезімін қанағаттандырады. Мұндай таңғы ас денені қуатпен, күшпен және қуатпен толтырады. Тары ботқасы мен бидай ботқасының айырмашылығы неде? Ұқсас атауларға қарамастан, тары мен бидай ботқасы мүлдем басқа тағамдар. Бидай ботқасын дайындаудың шикізаты бидай болып табылады. Ол ұнтақтау арқылы дәнді дақылдарға айналады, ал тары жармасы немесе жай-тары тарыдан ұнтақтау арқылы алынады. Тары ботқасымен арықтауға бола ма? Тары ботқасы салмақ жоғалтуға пайдалы өнім. Ол ағзаны токсиндер мен токсиндерден тазартуға көмектеседі. Артық сұйықтықты кетіреді, көмірсулар алмасуын жақсартады және майды жинауын болдырмайды. Дегенмен, егер сіздің мақсатыңыз салмақ жоғалту болса, ботқа көп мөлшерде қоспаларды салмау керек екенін есте ұстаған жөн. Бұл оның калориясын арттырады.